ал енді мынандай кісілер бар. Қытайды байытпайық, өзіміздің өндірісті көтерейік, үйтейік, бүйтейік. Во-первых, біздің Қазақстанда мынандай заттар шықпайды. Шығара алмайды да. Даже мынандай флакон істемейді. Даже тіс шұқитынға дейін элементарно соны и то Қытайдікін алып отырмыз ғой. Бізде қазір производство жоқ, фабрика, заводтар жоқ. Бар бір сарам бір Макси чай сияқты там напиток, су шығаратындар бар шығар. Бар, бірақ өте аз. Бірақ мынандай флакондар, мынандай парфюмдар шығаратын бізде ешқандай оборудование де жоқ, өнім де жоқ. Енді Қытайды байытпайық деген адамдарға айтқым келеді, сіздер так и так Қытайды байытып жүрсіздер. Күнде үйіңізден бір затты көрсетіңізші маған Қытайдан алынбаған. Барахолкаға барсаңыз да, базарға барсаңыз да, магазинге барсаңыз да, бәрі Қытай. Сіздің үстіңіздегі киімдеріңіздің бәрі Қытай, аяқ киіміңіз Қытай. Даже Турциядан алдым дегеніңіз ол қазір Турция емес, олар просто этикеткасына made in Түркия деп жазып қойды, бірақ ол Қытайда шығады. Не үшін Қытайда шығады? Өйткені ол жерде дешевая рабочая сила аз төленеді. Сол үшін made in Turkey дейді, бірақ негізі ол Қытайдың заттары. Одан кейін қазір Түркияда заттар өте қымбаттап кеткен, ол растаможкасымен, накруткасымен арендан шығару үшін ол, білесіз ба, бір куртка, мен мужской отделде істедім, апортта, Гранд Паркта да, сонда айтады да, Турцияда тұратын 20 мың теңге себестоимость дейді, бір легкий курточка себестоимость, бірақ біз бәрін есептеген кезде 80 мың, 100 мың теңгеге шығарамыз оны дейді торговый центрге, өйткені дейді біз оның арендан шығара алмаймыз дейді да. Ол секрет емес. Сіздер оның барлықтарыңыз білесіздер. Сол үшін егер сіздер Қытайды байытпаймын десеңіздер, онда Қытайдың киімін кимеңіздер, онда бәріміз жалаңаш жүрейік далада. Онда сіз үйіңізге посуда алмаңыз, мебель алмаңыз, телевизор алмаңыз, сотка алмаңыз, бәрі Қытайдан шығады. Айфонның өзі Қытайдан шығады. Сол үшін по-любому Қытайды байытып жатсыздар. Қанша Қытайды байытпаймын десеңіздер де байытып жатсыздар. Өйткені барахолкада күнде мыңдаған адам жүреді, бәрі Қытайдың затын алып жатыр. Косметиканы Қытайдікінен алады. Қазір продукты питанияға дейін сіздер Қытайдан аласыз. Жүзім Қытайдікі, апельсин Қытайдікі, алма Қытайдікі, банан да сол жақтан келіп жатыр да. Продукты питанияға да Қытайдан, жұмыртқаға дейін Қытайдан қазір келіп жатыр. Сол үшін, бірақ сіздер оны аласыздар, ешкім сіздерге ақша төлеп жатқан жоқ. Greenleaf компанияда мына заттарды пайдаланғаныңыз үшін сіздер ақша алып отырсыздар. Сол үшін қазір осыны 3 жылдан бері істеп жатқан адамдар 70 миллион теңге айлыққа дейін шығып отыр. Кеше бәрі Катарға демалуға кетті, саяхатқа. Машина алып жатыр, үй алып жатыр, кредиттарын жауып жатыр, бала шағаларын үйлендіріп жатыр, туған туысқандарын университетте оқытып жатыр, үлкен особняктар салып жатыр. 3 жылдың ішінде күнде ақша түсіп тұратын бұл бизнес. Сол үшін пирамида, лохотрон, секта, мынау Қытайды байытып жатсыңдар, алаяқтар, мошенник демей, просто мынау тәкаппарлықтарыңызды қойыңыздар да, эголарыңызды қойыңыздар. Бәрін қойыңыздаршы. Сіздердің өмірлеріңіз өзгеру үшін айтып отырмын. Мынау қазір Қазақстанда единственная возможность айтқанша да, любой адамға өзінің өмірін өзгертуге. Любой адамға. Қанша бізде қазақтар үйсіз жүр қазір. Үй алуға, көмектесуге, қайырымдылық қорын ашуға да болады да, қанша адамға біз көмектесіп сауап жинай аламыз да. Поэтому мынау демей, айналайын халқым, жұртым, елім, түсініңіздерші. Мынау мүмкіншілік, бұл шанс. Біз Алла тағаламен сіздің ортаңызда себепші болып жүрген шанс, былайша айтқанда, мүмкіншілік. Соны дұрыстап қарап, қой мен тыңдайыншы, осылар немеге бәрі Greenleaf деп айтып жатыр деп, бір сағат уақыттарыңызды бөліп, келіп тыңдаңыздар.